Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бір жасағаннан өте жұмсақ, нәзік болып шығатын медовый торт дайындаймыз. Тортымыз үшін алдымен майымызды, балымызды, қантымызды отқа қойып аламыз және де толық ерігенін күтеміз. Келесі кезекте дайын болған массамызға 1,5 шай қасық ас содасын қосып көтерілгенін күтеміз. Менде сода салған сәт видеоға түспей қалыпты. Сода қосылып көтерілген массамызға келесі кезекте 3 жұмыртқаны араластырып және де 3 бөлікке бөле отырып, осылай барлығы біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді осы дайын болған жұмыртқалы массаның үстіне електен өткізілген ұнымызды саламыз және осы мөлшерден артық ұн салудың қажеті жоқ, себебі қамырыңыз қалың, қатты болып қалады. Осы ұнды осылай пергаменттерге, яғни тестамызды пергаменттерге жайғастырып, қамырын дайындаймыз. Қалауыңызша осындай бөліктерге бөлесіз. Мен 2 қасықтан бөліп шықтым және де осылай ұн себе отырып оқтаумен жұқартып қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Диаметрін осылай 22 диаметр сантиметрлік шеңбермен кесіп алдым және де осылай барлығын көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ теста шығады. Барлығын осылай пісіріп аламыз, барлық корждарды. Көріп тұрғандарыңыздай менде өте жұмсақ корж пайда болды және менде 6 штук шықты. Енді кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін алдын ала салқын сливкимен сахарный пудраны жақсылап араластырып аламыз. Және де осыған қосымша сметана, яғни қаймақ салатын боламыз. Қаймақты бөлек артынан қосамыз және қаймақ салғаннан кейін миксерлеудің қажеті жоқ, тек қасықпен араластыратын боламыз. Толық өлшемдерді видеоның астына описание бөліміне жазып өтемін. Енді тортымызды жинақтауға кірісеміз. Тортты жинау үшін осылай кальцияны қолдансаңыздар болады. Енді кезекпен осылай барлық кремімізді жеткізіп, корждардың арасына жағып шығамыз. Бұл медовый торттың бір ерекшелігі, қамыры жұмсақ болып пісіп шыққандықтан басқа медовый торттар сияқты 24-12 сағат тұруды қажет етпейді. Кем дегенде бір жарты-бір сағат қойып алып, ұсына берсеңіз болады. Кремі де өте қою болмағандықтан тез сіңеді және корждары жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Көп күтудің қажеті жоқ. Тортымызды креммен қаптап болғаннан кейін әрлеуге кірісеміз. Ол үшін осындай шетіндегі шыққан қамырларды блендермен үгітіп алдым және өстіп жан-жағын әсемдеп шықсаңыздар болады. Бұлай жасамай креммен әдемілесеңіздер де болады. Әдемілеу еркі өзіңіз қалауыңыз бойынша. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Жарты сағат немесе 1 сағатқа қойып, холодильникте ұстап кесе берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай кремі толық сіңген және де кескен кезде де өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлназ. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бұдан да басқа рецепттерді таба аласыздар.